Бұл табиғаты көркем, қасиетімен өзгеше болған мекен. Аңызға сенсек, мұның бәрі Алланың құдіреті мен өздігінен пайда болған. Шынында, мұндай тылсымға жай ғана сәйкестік деуге бола ма? Баршалықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен Қазақша Ташкент арнасы. Қазір біз сіздерге аты аңызға айналып, керемет тарихқа ие болған Көктерек әулие зиярат орны жайында айтып беретін боламыз. Бұл зират Ташкент облысының Бостандық ауданында орналасқан. Әсем табиғат пен қызықты тарихқа ие болғаны үшін мұнда күн сайын адамдар келіп тұрады. Бұл жерге кіре салысыңызбен көзіңізге тарихи оқиға жазылған тас түседі. Әулие ішінде зиратшылар үшін қан шығаратын, тамақ істейтін және де демалып отыратын кереуеттері бар. Бұлардан тыс ең маңызды заттардың бірі осы жерде орналасқан бұлақ. Жылына мыңдаған адамдар шипа болсын деп бұл бұлақтан су ішіп, және де жақсы ниеттер жасап, басында Құран оқып, астыларына теңге тастап кетеді. Ең қызығы, осыншама заттың ешқайсысын адамдар өз қолымен салмаған. Үлкен кісілердің айтуы бойынша, бұл жердегі заттардың барлығы Алла тағаланың шексіз құдіретінің арқасында өздігінен пайда болған деседі. Ал сіз ше, мұнда келіп көрдіңіз бе?